Баршаңызға сәлем. Бүгін біздер құрт жасайтын боламыз. Қолдың сүзбесінен құрт жасау әдісін көрсететін боламын. Ол өте оңай, жасап көріңіздер. Және дәмді. Құрттың пайдасы ақуыз бен кальцийге өте бай. Оны өздеріңіздер жақсы білесіздер. Егер ащылау қылып жегілеріңіз келсе, құртты тұзды көптеу қосасыздар. Егер тұщы болсын десеңіздер, аздау қосасыздар. Шамамен қосыңыздар. Мен көп көлемде қосатын болған соң, көп көлемде жасайтын болған соң, құртты тұзды көптеу қостым. Сол тұзымызды жақсылап қосып, осылай әбден тұзы арасына еріп сіңгенше әбден жақсылап қолымызбен араластырамыз. Ешқандай мынандай түйіршіктер қалмау керек. Барлығын жақсылап осылай жаймен араластырып шығамыз. Егер де менің каналымда пайдалы ақпараттар пайдам тиіп жатса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер, каналыма үлес қосыңыздар. Мен де сіздерге қуана-қуана бұдан да күшті рецепттер шығаратын болам. Бұйыртса, осылай сүзбемізді осылай бірінші қысып аламыздағы. Қысып болған соң домалақтаймыз. Әртүрлі пішінде жасауға болады. Дөңгелек етіп, төртпішті, ромбик етіп жасауға болады. Бірақ та біз бұрыннан осылай жасап үйреніп қалған соң, осылай жасап жатырмын. Балдарда да осындай дөңгелек етіп жасағанда жеуге де ыңғайлы болады. Сол үшін осылай жасаймыз. Жасап көріңіздер. Үлкен қылып жасасаңыз да болады, кіші қылып жасасаңыз да болады. Осылай дөңгелетіп жасаймыз. Менде осы бір табақ сүзбеден 3 табақ құрт шықты. Мен жаңағы үлкен қылып жасап жатырмын қазір. Жаңағы осылай үлкен қылып жасасаңыз да болады, кішкентай қылып жасасаңыз да болады. Осылай жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Жаңағы творог кішкене қатты салқын жерде емес, қатты жаңағы ыссы жерде емес, комнатный температурада тұрса жақсы кебеді. Ешқандай қиындығы жоқ. Сол құртты жақсылап кептіріп, сөйтіп жеуге болады. Құрттың пайдасын мен айтпай-ақ, өздеріңіз жақсы білесіздер. Жасап көріңіздер. Дүкеннің сүзбесінен де шығатын болар. Бірақ мен дүкеннің сүзбесінен жасап көрмедім. Осындай қолдың сүзбесі жақсы негізі. Егер бар болып жатса, сондаймен жасаған дұрыс. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Міне менде осындай 3 табақ шықты. Жасап көріңіздер, ал біздерге ас болсын.